ағзамыздағы су балансы, яғни судың кірісі және шығысы. Бір тәулікте қыздар осы көрсеткіш бірдей болу керек. Судың кірісінің 3 көзі бар. Ол тағам арқылы, эндогенді, яғни ағзамыздың өзі өндіретін суы, және өздігімізден сырттан ішетін суымыз. Тағам арқылы 500 мл-ден 1 литрге дейін, ал эндогенді жолмен 250-300 мл-ге дейін су түзіледі екен. Біздің өздігімізден ішкен суымызды санамағанда 1350 мл бар. Енді су шығысы жайлы сөйлесейік. Су жоғалуының негізгі жолдары бүйрек, тері, тыныс және асқазан ішек жолдары арқылы. Аз қозғалмалы ересек тәулігіне 1 литрдан 2 литрға дейін зәр бөледі. Тері арқылы 450, тыныс жолдарымен 250-350 мл су буланады. Фекалиялар арқылы 200 мл су кетеді. Жалпы есептегенде тәулігіне біздің ағзамыз 3 литр су жоғалтады екен. Енді қыздар, кіріс пен шығысты салыстырайық. Кіріс 1350 мл, шығыс 3 литр. Қандай айырмашылық үлкен. Ал біз сіздермен айттық, бір тәуліктің ішінде бұл көрсеткіштер бірдей болу керек. Өздігінен су ішу, су балансын ұстаудың негізгі әрекеті. Енді қыздар, ағзамызға қауіпті жағдай сусыздану жайлы сөйлесейік. Сусызданудың симптомдары және де көріністері қатты білінбейді. Өйткені біздің ағзамыздың сезімталдығы төмен оған. Сол үшін біз әбден шөлдегенде барып қана су ішеміз. Бірақ шөлдеу, қыздар, ол сусызданудың белгісі. Біз кеш қалдық. Шөлдеу ағзамыздан 2% судың жоғалып кеткендігінің белгісі. Сусызданудың көріністері: мұрын, ауыз, шышты қабаттарының құрғауы, қолтықтың құрғауы, еріннің кебуі, тілдегі көлденең жолақтар, қою сары түсті зәр, бас аурулары, тәбеттің жоғары болуы, арқа мен буындардың ауырсынуы, жүректің соғуы, қол аяқтағы әлсіздіктер, жалпы шаршағыштық, тонустың болмауы және тағы да басқа. Жалпы қыздар, сусызданудың 3 дәрежесі бар: жеңіл, орташа, ауыр. Соңғы зерттеулердің нәтижесі бойынша жеңіл сусызданудың өзі, яғни ағзадан 1-2% судың жоғалуы, әжептәуір бұзылыстарға алып келеді екен. Концентрацияның бұзылысы, есте сақтау қабілетінің нашарлауы, көңіл күйде, шешім қабылдауда, қарапайым істерді атқаруда проблемалар пайда болады екен. Сонымен бірінші бөлімді қорытындыласақ, ересек аз қозғалмалы адам күніне кем дегенде 1,5 литр су ішу керек. Себебі су ағзамыздың толық әрі дұрыс қызметі үшін қажет жалғыз сұйықтық.